Üçüncü dersin taqribi gimnastikалық terминология. Birinchisi gimnastikалық terminologiyaның сипаттамасы, екінші терминологияның терминдердің пайда болу тәсілдері, қысқарту ережелері. Үшіншісі жаттығуларды жазу ережелері мен формалары. Дене тәрбиесінде терминология өте маңызды рөл атқарады. Ол сабақ кезінде оқытушылар мен оқушылар арасында қарым қатынасты жеңілдетеді. Гимнастика бойынша литератураны шығару кезінде гимнастикалық жаттығуларды сипаттауды жеңілдетуге көмектеседі. Терминология гимнастикалық жаттығуларды оқыту барысында ең үлкен мәнге ие. Өйткені оларға нақты атауын білмей оқыту қиын. Қысқа сөздерді, терминдер, қозғалыс дағдыларын қалыптастыруға елеулі әсер етеді. Олар жаттығуларды орындауға жақсы күйге келтіреді. Оқу процесін жинақы және мақсатты өтеді. Бұл зерттеулермен расталды. Гимнастикадағы термин деп қандай бір қозғалыс әрекетінің немесе ұғымның қысқаша шарты атауын түсіндіру керек. Басқа салалардағы сияқты гимнастикалық терминологияның дене тәрбиесінің дамуымен қатар жетілдіреді. Оның ішінде гимнастикалық терминология бұл гимнастикалық жаттығуларды, жалпы ұғымдарды, снарядтардың мүкәммалдарының атауларын қысқаша белгілеу үшін оларды арнайы атауларының жүйесі, сондай-ақ терминдерінің шартты қысқартулардың пайда болу және қолдану ережелері және жаттығуларды жазу формалары. Гимнастикалық терминология бұл гимнастикада қолданған ұғымдардың қысқаша және дәл белгілеуіне арналған термин жүйесі, сондай-ақ терминдердің пайда болу және қолдану ережелері. Терминология, лексика бөлімінде мынау жылдың 1938 жылдан бастап 1938 жылдан бастап біздің отандық гимнастика терминология орыс әдеби тілінің сөздік қорының негізі құрылды. Сондықтан ол шұғылданушылардың әртүрлі контингенттерді үшін түсінікті және қолжетімді. Жаңа терминологияда авторлар терминдері құрастырды. Осындай жүйесін орнатты. Ол әрбір қозғалыстың өзіне тән ерекшеліктерін көрсетіп қана шектеуге және сонымен бірге оны дәл және қысқаша анықтауға мүмкіндік береді. Кеңес гимнастикаларының даму теория мен практиканың және табыстары гимнастикалық терминологияны одан әрі жетілдіру талап етеді. Гимнастика терминологиясын дамытуға үлкен үлес қосқан дене шынықтыру институттарының гимнастика кафедрасының оқытушы Мәскеу, Ленинград және Киев кафедралары іздеу және талқылау нәтижесінде қолданысты терминология соңғы өзгерістермен толықтырды. 1965 жылы КСРО гимнастика федерациясының президиумы енгізілді. Терминологияға қойылатын талаптар, терминдерге белгілі бір талаптар қойылды. Бірінші, қолжетімділік. Терминология ана тілінің өз сөздік құрамының және басқа тілдерінің алынған сөздердің, сондай-ақ интернационалдық сөз терминдерінің негізінде құрылуы және осы халық тілінің сөз жасау заңдары мен грамматикасына толық сәйкес келуі тиіс. Екінші, дәлдік. Термин анықталатын әрекеттің, жаттығудың немесе ұғымның мәні туралы анық түсінік беруге тиіс. Үшінші, қысқалығы, айтылу үшін ыңғайлы қысқа терминдер ең орынды. Гимнастикалық терминология ережелерінің 3 тобын бөліп көрсетеді. Білім беру ережелері, қолдану ережелері және терминдерді қысқарту ережелері. Терминдердің құрылу тәсілдері мен ережелері. Терминдер келесі жолдармен пайда болды. А. Қайта ойлау. Б. Сөздің тамырын пайдалану. Б. Атау беру. Г. Сөз тіркесі және терминдер
құрылғаннан басқа қызметтің аралас сапаларынан және бұрынғы терминологиялық жүйелерден қарызға алынған терминдер пайдаланылады. Мысалы, гимнастикада рондат, курбет, көпір, твист сияқты цирктік терминдер ресми түрде қолданылады. Қайта ойлау немесе қолдану сөздерге жаңа мән беру терминдердің пайда болуының ең көп таралған тәсілі, мысалы, шпагат, кіру, шығу, өту, шеңбер, ана тілінің түбірін пайдалану, гимнастикалық терминологияны жасау кезінде қолданылатын әдіс. Сөздің тамыры мах, сет, вис, құйрық, қаңқалар, қадам, жүгіру, осы және басқа да сөздердің негізінде туынды терминдер пайда болды. Мысалы, құлап, присед, құлдырау, көтерілу, қағып алу, адым, бұрыш. Бірінші орында даушының атын беру. Әдетте жаңа күрделі инструменттердің басында күрделі терминологиялық сипаттамалары бар. Белгілі спортшының атын пайдалану осы жаңа терминді жиі қолдануға ыңғайлы етеді. Мысалы, диомидовский термин бұл сөз тіркесі екі сөзден күрделі немесе құрамдас сөз термин жүргізетін әдіс. Мысалы, сальто, секіру, брусья, алыс жоғары көтерілу. Гимнастикалық жаттығулардың көбінесе өзі және одан көп статикалық жағдайларды білдіретін терминдер әдетте тірек шарттарын, білекке қолданған тіреу, өкше мен тағы басқа және дене буындарының өзара орналасуын бұрышта тіреу, вис, бүгу және тағы басқа ескере отырып қалыптасады. Шуда қозғалыстар немесе дененің орналасуы, мысалы, аяқты секіру, бұрышпен секіру, артқа бұрылу, алға көтеру, бүгу. Терминдерді қолдану ережесі. Гимнастикалық терминологияны шұғылданушылардың біліктілігін ескере отырып қолданылады. Гимнастиканың сауықтыру немесе қолданбалы түрлерімен сабақтар өткізу кезінде ауызекі сөйлеу және әдеби тіл сөздерін қоса отырып жалпы дамыту жаттығуларының негізгі терминдері ғана пайдаланылады. Мысалы, оларды аяқты тұрғаннан кейін, аяқты тіреуіштің орнына, отырғаннан кейін, аяқты орнына, балалар мен сабақтарда жақын бейнелі ұлт қолданылады. Мысалы, ұшақ ретінде, қоян ретінде оқыту барысында педагог оқушылар терминологиямен таныстырылады. Бірте бұрынғы бейнедегі сөздері терминдері алмастырады.